Германдық әлеуметтік нарықтық шаруашылық ерекшеліктері қандай? Соғыстан зардап шеккен мемлекеттерге репарация төлеу белгіленді. Тұрақты армия ұстауға шек қойылды. Жаулап алған территорияларынан айырылды. Елдің саяси құрылысы өзгерді. 4 миллионнан әскери адам және 3 миллионнан астам бейбіт тұрғын құрылды. Ықпал ету аймақтарына бөлінді. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң Германия әр түрлі саяси және экономикалық жүйемен басқарылатын екі аймаққа бөлінді. Батысқа 3 бөлігі Ұлыбритания, Франция, ақш-тың бақылауында болды. Шығыс аймақ кеңес әкімшілігінің бақылауында болды. Германия мәселесі 3 халықаралық конференцияда шешілді. 1943 жылы өткен Тегеран конференциясы, 1945 жылы Ялта конференциясы, 1945 жылы Потсдам конференциялары болып өтті. Тарихта герман мәселесі 3D формуласы арқылы шешілуімен белгіленді. Демилитаризация, демократияландыру, денацификация. Нәтижесінде Герман территориясында екі мемлекет пайда болды. 1949 жылы 23 мамырда Герман Федеративті Республикасы жарияланса, 1949 жылы 7 қазанда Герман Демократиялық Республикасы жарияланды. Соғыстан кейін экономиканы қалпына келтіру жолын таңдау керек болды. 1948 жылы Германияның алғашқы федералды министрі болып Людвиг Эрхард тағайындалды. Либерализмнің жаңа типін қолдаушы болды. Әлеуметтік нарықтық экономика моделін жүзеге асыруды ұсынды. Монополияны жоюды және бағаға мемлекеттік бақылауды тоқтатты. Еркін бәсекелестікті қолдап, нарықтық механизмдерді дамытты. Әлеуметтік нарықтық экономика терминін алғаш айналымға енгізген Мюллер Армак болды. Американдықтардың инвестициясын құйып, герман завод фабрикалары, кәсіпорындары тез арада жедел дами түсті. 1948 жылы 20 маусымда Батыс Германияда ақша реформасы жүзеге асырылды. Ақшаның құнсыздандыруын азайту басты міндет болды және шаруашылық айналымдарда рөлін қалпына келтіру. Ақша реформасы шеңберінде Рейхсмарканың орнына бірыңғай ақша бірлігі ретінде жаңа неміс маркасы енгізілді. Әрбір тұрғын бірде-бір бағам бойынша 60 марканы ауыстыру құқығын алды. Жинақтардың үлкен бөлігі жойылды, қалғандары шоттарда тоқтатылып тұрды. Жалақы, зейнетақы, пәтерақыны қамтитын ағымдағы төлемдер бірде-бір қатынасына қарай есептелінді. Барлық кәсіпорындар әрбір жұмысшыға 60 неміс маркасы есебінен бастапқы соманы алды. Кәсіпорындар өзара міндеттемелер 1/1 қатынасында қайта есептелінді. Жүк машинасын шығару Volkswagen, яғни бағаның төмендігі сапаның жоғарылығымен ерекшеленді. Экономиканы тиімді қолдану жылдары Германия халықтың әлеуметтік қорғау жүйесін және сақтандыру жүйесін енгізген алғашқы ел болды. Германияда әлеуметтік қолдау аясында жұмыстар жүргізілді. Көп жұмыс істеген шахтерлерге 60 жастан зейнетке шығу, мүгедектерге, жетімдерге, көп балалы отбасыларға, зейнеткерлерге көмек көрсету, сақтандыру өтілі 35 жыл болған жағдайда зейнетке шығу жасын 65-ке дейін қысқарту, адамдардың саналығын, дербестігін, өз әл-ауқаты үшін жауапкершілігін арттыру, өнеркәсіптің еңбек адамдарын науқастану бойынша сақтандыру туралы, өнеркәсіптегі жазатайым оқиғалардан сақтандыру туралы, мүгедектік және қартаю бойынша сақтандыру туралы заң қабылданды. 4 миллионға жуық жұмыс іздеушілер елге келді. Елдің экономикалық даму жолында халықтың өмір сүру сапасы, адамның материалдық, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі өсті. Дамыған елдер үлкен жетілік, яғни G7, ақш, Канада, Ұлыбритания, Италия, Жапония, Германия, Франция елдері. Бұл елдерде халықтың әл-ауқаты, әлеуметтік деңгейі, игіліктері, қызметті тұтыну деңгейі, адамдардың негізгі өмірлік қажеттілік қанағаттандыру деңгейі жоғары болуы тән. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.